Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Жаңа әңгіме ұсынуға рұқсат етсеңіздер, лайк басып, қолдап, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Таңнан бері терезеге қарап телміріп отыр. Терезе сыртындағы тіршілікке көзі қадалғаны болмаса, көңілі сан-саққа кетіп, жүрегі жылап, көкірегі ашып отырғалда бірер күн болды. Мүгедектерге арналған арбасының дөңгелегін қолымен қысқанда, саусақтары әппақ болып, еріндерін тістелеп, тұла бойы мұздап кетеді. Жанына ешкім келмесе екен дейді. Ешкімді көргісі де келмейді, естігісі де келмейді. Сезеді бәрін, сезеді. Өмір өзені таусылып барады. Неше күн қалды екен. Денесі осында болғанмен, өзі, жаны басқа жақта. Дәл бір кинолентадағыдай. Бүкіл өмірі көз алдында өтіп жатыр. Қиналып отыр, қимай отыр. Бақыт 60 жасқа толу керек еді. Сонау 61 жылы қыркүйек айының басында жас қосылған қос ғашықтың тұңғышы болып дүние есігін ашқанды. Әкесі совхозға жаңа келген жас маман, анасы мұғалім. Әкесі мен шешесінің екеуінде аналары бірге тұратын. Сондықтан балалық шағы махаббатқа кенде болмады. Екі апа болғандықтан, бір апасын апа, бір апасын мама, ал өз анасын көке деп бұлдырлаған сәби бақытты, бәрі жақсы көретін. Артынан ерген бауырларымен қарындастары да алдыңғы арба ізімен дегендей мұның жасаған қайталайтын. Өзі жанұяның тұңғышы болғанмен де үйде өзінен бір жас үлкен ағасы болатын. Қызық, е, шынымен де. Өзінен бір жас үлкен ағасы дегеніміз, нағашы апасының өз әулеттерінде еркек кіндік болмағаны себепті. Өзінің үлкен қызының тұңғышы таңғатты бір айынан бауырына басып, тіпті тегінде ауыстырып, асырап алған айтады. Ал нағашы апасы, яғни Бақыттың айтуы бойынша мамасы, бұлармен бірге тұратындықтан, Тұңғат пен Бақыт және Бақыттан 2 жас кіші Жанат үшеу егіздер сияқты бірге өсіп, бірге қайнасып ер жетті. Бірінен соң бірі мектепте бітірген жылдары әкелері совхоздың бас бухгалтері болып қызмет жасап, бұл үшеуінен басқа 3 қыз, 2 ұл сүйіп, тұрмыстарда жақсарып қалған еді. Анасы үшеуін ертіп, шалғайдағы ауылдан Арман қала Алматыға жол тартты. Бақыт сол жол сапардан алған әсерін әлі күнге ұмыта алмайды. Жүрегі дүрс-дүрс етіп, пойыздың терезесінен сап-сары даланың ақырындап жасылға боялып жатқанына таңырқап та, сүйсіне қараған бозбала. Бақыттың арманы көп еді. Бірақ өкінішке орай Алматыға оқуға тек Жанат қана түсіп, Тұңғат екеуінің салдары суға кетіп ауылға қайтты. Ол кезде ауылдарда комсомол бригадалар құрылып, оқуға түсе алмаған мектеп бітірушілер совхоздың қойын бағатын үрдіс бар болатын. Бақыт бірден ауылға келісімен жастармен бірге сол бригадаға кіріп, қойшы болып шыға келді. Сол жылда жасаған еңбектермен бірге, жастармен бірге сайран салған әр күндер ерекше еді. Қанша шаршап тұрса да жас емес пе? Кеш батса тамақ ішіп алып, бірден би кештерін, кейде диспут жасап, бастары қосылып, мәре-сәре болатын. Қайран жастық, қайран өткен күндер ай десеңші. Сол жастықтың жанып тұрған кезінде алғашқы махаббат сезімі бұның басына түсіп, жүрегін жылытқан еді. Ол кезде қазіргідей ғаламтордан бар қызықты көріп ала салатын заман емес қой. Ұнаған қызына қай қырынан қарарын да білмей, қасына бармақ түгілі, ол жаққа тіпті тіке қарай алмайды. Тек түнде ғана қиялға беріліп, тәтті түсінде сол бой жеткен қызбен қол ұстасып, жүргенде мәз болып жүре берген екен. Өзін қанша қамшыласа да, сезімін жеткізе алмай әуре болатын да қоятын. Тіпті әншейінде тілге өткір, жылпос мінезі дәл сол аруға қараған кезде өзгеріп, не айтарға сөз таба алмай, дек бірі қашып, дірілдеп, қалшылдап қалатын. Сөйтіп жүргенде мұның алдын орап, жан досы сол қызға сөз салған.
және ол қыздың келіскенін айтып қуанып келгенде басына жай түскендей күй кешіп еді. Іштей ала сұрған көңілін досына көрсетпей, айғайлап жатқан сезімін іште тұншықтырған. Одан кейін де досымен бірге жүрген өзі сүйген ауруын көрген сайын өзінің ынжықтығына іштей күйініп, күйгілік боп кетті. Көп ұзамай-ақ екеуі үйленгенде, тіпті күйеу жігіттің жолдасы ретінде қызмет атқарып, ақ тілегін ақтарып екеуіне бақыт тілеп, шын қуанған кейіп танытқан. Дегенмен де сол сәтсіз аяқталған алғашқы махаббат бұның есінен талайға дейін шықпай, басқа қыздарға қарауға мойын бұрдырмап еді. Бір жол қой соңында жүріп, біраз қарайып қалғандықтан, қыз емес, осы жылы қалай да болсын оқуға түсуді ойлап, дайындыққа дейін қойған бақыт бұрыннан әлде қайда салмақтанып, мінезі өзгеріп кеткен еді. Жанат бауыры Алматыда оқуын оқып жүргенмен, өзі 10-шы класста жүргенде танысып, ұнатқан қызымен хат алысып, сөз байласып жүргенін айтып, сыр шертіп хат жазатын. Тұңғат болса ауылда мамасымен бірге бөлек тұрып жатыр. Табиғатынан мінезі тұйық Тұңғат қыз туралы ләм-мим деп те тіл қатпайтын. Бақыт болса сол бір қыз есінен кетпей, ала сұрған жүрегін тыныштандыра алмай, не сырын ешкімге білдірмей, іштен тынып жүре берген. Өшін кітаптан алып, күндіз түн кітап жастанып, ізденіп жүріп жақсы кітап тауып оқи беретін әдет тапқан. Сүйіп оқыған кітаптарымен пысықтап дайындалған сабақтарын көмегімен, осы жолы тапсырған емтихандары оң нәтиже беріп, Бақыт та, Тұңғат та Алматы қаласының студенттер қатарын толықтырып оқуға түсті. Тек үшеуі 3 білім ордасында, үшеуі 3 жақтан жатақхана алған. Жанат 1 жыл бұрын студент атанғандықтан, бұларға қала аралатып, жастар жиналатын жерлерге апарып, жол көрсетіп жүр. Өзі сол нақ сүйер аруы Назымы басқа қалада тұрса да хат алысып, жұмысына 2-3 рет телефон соғу үшін ұзақ уақыт почтада отырып, қолына ақша түссе самолетпен ұшып барып келіп те жүрген еді. Әйтеуір ойы да сөзі де Назымы. Дегенмен де 1-ші курсты жақсы тамамдапты. Ағалар оқуға түскеніне қуанып, ауылды көшіп келгендей күй кешіп, көңілі алып-ұшып жүр. Үшеуінің ішінде ақша үнемдеп ұстауға икемді болғандықтан, әкесі ақшаны Бақытқа салатын. Өздерінің стипендиялар бар, ауылдан келген ақша бар. Әйтеуір жағдайлар жаман емес. Тек ақша түссе болды, Жанат көзі жайнап, әйтеуір бір сылтау ойлап тауып, самолетпен Назымын ұшып кететін. Оған екі ағасы қатты қыжыла қоймайды да, себебі екеуі де оқуға дейін қойып, жатақханадан көп шығып қыдырмайтын еді. Демалыс күндері Бақыт көбінесе Алматыда тұратын нағашы апайының үйіне барып, кішкене қыздарын бағысып, көмектесіп, сол үйден қарын бір тойдырып қайтатын. Нағашы апайы білдей бір магазин бас бухгалтері болғандықтан, сол кездегі дефицит киім кешекті де жақсы бағаға тауып беретін. Соның арқасында шеуде шыттай боп киініп, бозбала студенттер арасынан бірден көзге түсетін. Қыз дегенді ойламай, өзімен өзі әуре боп жүрген Бақытқа өздері оқитын институттың қыздары қиылып қарап қалатын. Солардың ішінде Жансая есімді, өткір, ақ көңіл, сүйкімді қыз өз кеп сөз бастап, танысып, екеуі бірге сабақ қарап, бірге саябақ кезіп, жақындасып үлгерген. Жансаяға деген айтарлықтай сезімі болмаса да, қыз қолқалаған соң, жігіт қарап қалсын ба? Бақыт алғаш рет әдемі Алматы кешінде сұлу қыздың бал ерінің дәмін татып көріп еді. Жансая аңсары өңді, орта бойлы, мінезі ашық, күлімдегенде көкшіл көздері жанып тұратын сымбатты бой жеткен еді. Бақытты қатты жақсы көріп, сүйіп қалғаны жасырмай, иығына басын сүйіп отырып, еркелеп жеткізетін. Басында онымен тек уақыт өткізу үшін кездесіп жүрген Бақыт, бірте-бірте сүйкімді қызға деген ынтықтығы артып, жүрегінде сезім пайда болғанын сезініп жүр. Екеуі сабақтан бос уақыттарында жиі тауға шығуға әдеткен алдырлы. Алатаудың әдемі табиғаты,
саф таза ауасы, әсемдігі тек екеу үшін жаралғандай. Оңаша қалған сәттерінде бір-бірін үнсіз аймалап, ынтығып, өбісіп, ертегі әлемінде жүргендей күй кешетін. Армандап, алдыға жоспар құрып, қас қарая қол ұстасып қайтқан шақта, бұлардан бақытты жан жоқ сияқты көріншеді. Әттең, бақыттарын ғұмыры тым келте боларын екеуі де сезбепті. Екінші курс оқып жүргенде бір күні ауылдан суық хабар келді. Нағашы апасы ауырмай, сырқамай, бірақ күнде миына қан құйылып бақилық болыпты. Естіген кезде ақ жан ұшырып, қолдарына тиген телеграммаларын алып көрсетіп, жалынып, жалпайып жүріп, үшеуі әрең дегенде поездың отыратын вагонына зорға орналасқан еді. Қазіргідей сымсыз телефон жоқ. Жатақханадағы бірге тұратын жігіттері ескертіп, ауылға қарай тартып кеткен. Поезд ауылдарына дейін бір тәулік артық жүреді. Жол бойы мазасы болмады. Осыдан бір жыл бұрын өз апасы жарты жылдай қатты ауырып, өзінің мәңгілік мекеніне аттанғанды. Ол кісі аурудан қажып, қатты жүдеп, құр сүлдері қалған қолдармен бақыттың қолын қатты қысып қоштасқанда, бақыттың жүрегінің бір бөлшегі үзіліп кеткендей күй кешкен еді. Апасын қимай, ешкімге көрсетпей, қора жаққа барып өксіп жылаған кезде, осы нағашы апасы келіп, бауырына басып, өмірдің заңдылығы туралы біраз сыр ақтарып жұбатқан еді. Енді міне, келместің мекеніне өзі де мініп кетіпті. Әлі тың еді ғой, ауырмай, сырқамай, шапқылап жүрген адамның бірақ мезетте көзден ғайып болғанына сене алмай отыр. Ауылдарына жеткен кезде қаралы үйге жиылған жұрт тек осы үшеуін тосып отыр екен. Азан-қазан болып көрісіп, жыласқан туыстары мен таныстары, есілі, кресілі шығылысы ауырып отырған аналары, жерлеу рәсіміне дайындалып абыр-сабыр болып жүрген көрші қолаң. Әйтеуір үшеуінен топырақ бұйыртқанына тәубе деп шүкіршілік айтқан халайық. Көрген түстей күй кешіп жүріп, нағашы апаларын жерлеп, бірақ күн аналарын қасында болып, бүгін қайта Алматыға қайтуға да жиналып жатыр үшеуі. Әсіресе аналары үшеуіне қайта-қайта қарап, жылап, сықтап, жібергісі келмей жүр. Бәрінен бұрын ана орнына ана болған жаннан айырылған Тұңғат ағасына қиын соқты бұл қаза. Табиғатынан мінезі ауыр ағасы ләм-мим деп тіл қатпай, өңі бозарып, бір нүктеге қарап түнеріп отырған. Дауыс салып жыламады ғой деп те сөккендер де болды оны. Бірақ жүрегі жылап тұрғаны бір қараған адамға көрініп тұреді. Қайтар жолда да қастарындағы бауырларына тіл қатпай, төсегінде төбеге қарап жаттады алды. Не тамақ, не шай ішпеген ағалары бәйек боп күтіп жүрген Бақыт пен Жанатқа бір қарамай, үнсіз жатты да қойды. Бақыт қайтар жолда Жансаяға кетерде хабарласа алмағанына қынжылып, соны ойлап жатып, неше күнгі ұйқы жеңіп, ұйықтап кетті де, таңертең поезд Алматыға кірген кезде бірақ оянды. Вокзал басында үшеуі қоштасып, әркім өз оқу орындарына кетті. Ойында ештеңе жоқ Бақыт бірінші пардан шыққанда, қасында жатақханада өзімен бірге тұратын досы Батырхан келіп, қиып алақтап тұрды да, қойып қалғандай бір сұмды хабарды бірақ ескертіп тастады. Оны естіген бетте құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, Батырханның айтқан сөздерін ұға алмай алақтаған Бақыт еденге отыра кеткен еді. Батыр, сен не деп тұрсың? Атып тұрып жолдасының алқымына жармасқан қолдар дірілдеп, дауысы тарғылданып шықты. Басы діңілдап, көзі қарауытып кеткен. Бақыт, сабырға келші. Өзімде кеше ғана естіп шок алып қалдым. Анық қанығын құрбы қыздарынан білекші. Группаларының біраз баласы кеше ауылына барып келіпті деп мінгірлеген Батырхан шегіне берген. Алқынып жүгіріп жүріп тапқан құрбы қызының айтуынша, Бақыттар пойызға отырып кеткен күні кешқұрым жатақханадан шыққан екі қыз жолаушылар өтетін жолақпен алаңсыз көше қиып өтпек болғанда машина қағып кеткен.
Жүргізуші жас жігіт удай мас дейді. Қатты жылдамдықпен келіп қаққандықтан екеуі де сол жерде тіл қатпай кетіпті. Екеудің біреуі бақыттың жан саясы. Ата-аналары келіп мүрделерін алып кетіпті. Тіпті кеше жерлеуіне дос құрбылары барып қатысып келіпті. Шынымен ақ бәрі шын екен. Еш қатесі жоқ. Жоқ олай болу мүмкін емес. Неге? Неліктен деген сан сауал миын жеп, үнсіз мелшиіп отырғанына да талай уақыт болды. Көзінен аққан жасы сырғып, кеудесін жуып жатыр. Жатақхана жандағы саябақтың түкпірінде орналасқан орындыққа келіп, өксіп, жылаған ешкімге көрсеткісі келмеген. Достарына өзін жалғыз қалдыруын өтініп, құр сүлдерін сүйретіп осы орындыққа құлаған. Өміріне деген алдамшы, ажалын еткен қатыгез еді. Өрімдей ғана жас еді ғой. Арманы, мақсаты көп. Өмірге ғашық еді ғой. Қалайша мұның жүрегі ештеңен сезбеген. Қалайша тым құрыса өз ауылына кетерде көріп қоштаса да алмады ғой. Бір уыс топырақты сала алмай қалды. Енді не істесе екен? Өкініш, шарасыздық өзегін өртеп барады. Түннің бір уағында орнынан сүйретіліп тұрған бақыт ертең таңертең Жансаяның ауылына баруға бел буды. Жатақханаға келсе, түн болып кеткеніне қарамай, бөлмелерінде 3-4 жігіт дастархан басында отыр екен. Бұл кіргенде бәрі орындарынан атып тұрып, бұны құшақтап, стол басына отырғызды. Қырлы стақанға мөлдіретіп құйылған арақты қолына ұстатқан жігіт: «Баха, өлмектің артынан өлмек жоқ деген Алланың ісінен ести аласың. Мұнаны жұтып алшы. Жеңілденіп қаласың» деп, қояр да қоймай, стаканның түбін көрсеткенше қадағалап, тіпті іле-шала екіншісінде құйып қойды. Бұрын соңды осы арақ деген бәлені ішіп көрмесе де, бөгін қалжырап, шаршап, неге болса да немқұрайлы кейіппен қарап тұрған бақыт екінші стаканды сіміріп алды. Ашы дәмі намағанмен де бір түрлі көңілі жайланып, басының солқылдап ауырып тұрғаны басылып қалғандай болған ол, бар қайғысын ұмытқандай маужырай бастады. Достары қауқылдасып, әркім әрнені сөз етіп, дабырласып, бұны қолқалап тағы бір-екі стаканды көтерткен есінде. Әрі қарай ештеңе білмейді. Күн тас төбеге шығып, сағат тілі 12-ні көрсеткенде бірақ оянғанда, бөлмеде тек Батырхан екеуі ғана екен. Басы солқылдап әкетіп барады. Тілі аузына сыймай тамағы құрғап кеткен ол әрең тұрған еді. Стол басына отырған Батыр үнсіз мөлдіреген стаканды бұған ұсынды. «Мынаны жұтып жібер, басыңды түзеп ал» деді, ықылық атып. Бұрыннан осы ақаңмен дос Батыр бірдеңе білетін шығар деген бақыт стаканды басына бірақ көтерді. Үнсіз құйылған бір-екі стаканды да құрғатқан. Ол тіспастарға мардымды ештеңе таба алмай, құр суды сіміріп алып, төсегіне қайта құлады. Ештеңе ойлауға да мұршасы келмей, қорылдай жөнелді. Басы төсектен салбырап түсіп жатқаннан ба, бастырылып, жайсыз түстер көріп шошып оянып, қайта ұйықтап, екі дүниенің ортасында жүргендей халде еді. Міне, тура өңдегендей Жансая тұр анадай жерде. Өзі тіпті әдемленіп кеткендей ме? Көкшіл көзі жанып, бұған қараған көзі өңменімен өтіп барады. «Бақыт-ау, сен осындай медің? Маған келуге де жарамадың ғой» деген дауысы ап-анық естілді. Шошып оянып, басын көтерсе, бөлме іші ала көлеңке. Ешкім жоқ. Бөлменің жарығын жағып, қабырғада айнаға қарап, өзі түрінен өзі шошып кетті. Шашы ұйпай-тұйпақ, көзі ісіп, кіртиіп қапты. Беті домбығып кеткен. Ой, түрін құрғыр бейшара, мынау не енді? Құдай-ау, Жансаяның өліміне себепкер болған ана мас жігіттен қай жерің артық сенің? Жетіспісің деп, өзін өзі сывап алып, жуынып, шайынуға кіріскен бақыт, жігіттер қайтып келгенше тездетіп далаға шығып кеткен. Енді міне, топырағы кеу көлгірмеген қабір басында отырғанына да біраз уақыт өтті.
Түнгі автобуспен бұрын сонды келмеген ауылға таң қылаң бере жетіп, сұрастырып жүріп, жаяулап ауыл шетіндегі зират басына жеткен. Жайдары жайсаң, немі күлімдеп жүретін Жансаяның орнына томпайған төмпешік қарсы алды. Әлі еш белгі қойылмаса да, құрбы қыздардың айтуы бойынша дәл тапқан жүрегімен сезіп, өзі білетін дұғаларын оқып, зерлеп отырған бақыт терең ой үстінде. Иә, адамның басы Алланың добы деген рас екен ғой. Жазмыштан озмыш жоқ екен. Шіркін, уақытты кері қайтар алса ғой. Егер бұл ауылға кетпесе, Жансая да кешке сол жерде жүрмес еді. Мүмкін екеуі өздерінің сүйікті саябақтарында сырласып отырар ма еді дәл осы уақытта. Мүмкін екеуі тауға шығып кетер ме еді мүмкін. Ойында өткенге ақырғы рет тауға барғанда Жансаяның айтқан қалжыңы орынсыз көрініп, ренжісіп қалғандар түсіп, ішін өкініш тырнап өтті. Жанса қаншая қиналып, өтінсе де тырысып, барысып үндемей қойып еді сол күні. Болар болмас нәрсе үшін бәлсініп қалып еді ғой. Құдды бір дүние күйіп кеткендей, жол бойы үндемей, жатақханасының жаны жеткенде де салқын қоштасып кете барған. Ақырғы рет көріп тұрған сезбеп еді ау қу жүрек. Сол сәтті қайта қайтарар ма еді, шіркін. Әбден сөзін бағалап, әр күнін бал күн еткізер деді ғой. Әттең. Тосынан келген қос қаза еңсесін езіп, бірнеше жасқа есейіп кеткендей. Қолынан келер қайран болмаған соң, амалсыз Жансаясымен қоштасып тұрып, екеуміз үшін де бақытты болуға тырысам деген бақыт, Алматыға жеткен соң, бар күшін оқуға салған. Қолы қалт етсе кітап оқып, арақ деген бәлені тартып алмай, Қыдырутта тұғырғанды. Бір-біріне ұқсас күндер зуылдап, айға ұласып, өмірі сырғып өтіп жатыр. Тірі адам тіршілігін жасайды екен. Уақыт емшілігін жасап, жүрегіндегі жара бірте-бірте тартылғандай. Бірақ Жансаядан соң ешбір қызбен жарасып кете алмады. Күндіз оқуы, қала берсе қосымша жұмыс тауып алған бақыт, кеш батса көше кезбей, бөлмесінен көп шықпайтын. Демалыс күндері бірде нағашы апайына көмектессе, бірде аға бауырмен кездесіп келетін. Осы жарты жылда зу ете түсті. Жанат бауыры үйленгісі келетінін айтып, ағаларынан рұқсат сұраған. Бұлар қарсы болмай, ауылдарына Жанаттың группалас достарымен бірге барып, 3 күн тойды тойлап, келін алып қайтқан. Жанаттың оқуы болғандықтан, Назым келіні екеуі Алматыда квартира жалдап тұрды. Жасы өздерімен тетелес, өзі шығыс жақтың қызы болғандықтан, келіні бұлармен тең құрбыдай қалжыңдасып еркелейтін. Қашан барса да дастарханды жайнатып, дәмді тағамдарын ұсынып, көңілді қарсы алатын Назыммен бақыт та, Тұңғат та тез тіл табысып кеткен. Оқуымен жұмысынан сәл болсаса да бауырының үйіне тартатын. Назымның әдемі қоңыр дауысымен ән айтатын да бар. Жанат домбырамен сүйемелдеп, екеуі бірігіп ән шырқағанда бәрі сүйісіне тыңдап қалатын. Сондықтан да екеуінің достар өте көп. Аптаның әр күні не өздеріне қонақ келіп, не бұларды шақырып, әйтеуір бір босамайтын. Жарасымды жұп екеуін көрген кезде бақытында жанұя құрып, жар сүйгісі келіп кететін. Бірақ жеме-жемге келгенде көңілін ешкім жақпай, тайқып шыға келетін. Кіммен танысып кездесе де орталарында Жансая жүргендей күй кешіп, қуыстанып қалатын. Осылай күндер зулдап өтіп, Жанат бауырының тұңғышта дүниеге келіп үлгерді. Ауылдан аналары келіп, біраз күн қастарында болып, келінімнен немересін ауылға алып кетті. Жанат әйелімен ұлын сағынып, ауылдары Алматыға қанша алыс болса да, ебін тауып, айына бір ауылға тартып отыратын. Және қаражатты көбіне бақтан алатын. Бауырына көмектесе алғанына көңілі марқайып, ауылға анасы мен келіне, кішкентай сәбиге сыйлықты алып беретін. Иә, өмір өзен іспетті, бір орында тоқтап тұрмайды. Мінекей көзді ашып жұмғанша,
Бақыттың да оқу бітіретін күні келіп жетті. Тұңғат та биыл дипломын алады. Жанат болса былтыр оқуын бітіріп, оқу орны берген жолдамамен шығыс жақтың бір кішігірім қаласына тергеуші болып жұмысқа кірген. Үлкен ұлдары ата-анасының қолында, өздері тағы бір ұлға ата-ана атанған. Назым келіні Алматыда тұрған кезінде жұмыс істеп, қызметтес Алма деген қызбен Тұңғат қайнағасын таныстырып, екеуінің жарасып кетуіне ықпалында тигізіп үлгерген. Табиғатынан мінезі ауыр, көп сөзге жоқ Тұңғатпен өз ісіне тиянақты, мінезі салмақты Алма екеуі қалай жарасып кеткені белгісіз. Әйтеуір биыл үйленуге серт бәлесіпті. Тек бақыт қана сол бұрынғы қалпы. Оқумен жұмыс деп жүріп, қыздарға қарауға қолы тимеген. Оқу орында әскери кафедра болғамағандықтан, оқу бітіре салысымен әскерге шақыру қағазын алып, Россияның Приморск жағынан әскерге кетті. Ол кезде 2 жыл әскери борышын өтейтін еді ғой. 2 жыл бойы басынан талай қиындықтар, талай қызықтар өтті. Оны жаза берсең бір кітап шығардай. Әйтеуір отан алдындағы борышын абыроймен атқарып ауылына келген. Ата-анасы басқа ауылға көшіп, сол жақта қызметтерін атқарып жатыр екен. Бөтен ауыл, өзі танымайтын орта болғандықтан, көп тұрақтанып жата алмай, бұрынғы өздері тұрған аудан орталығына келіп, жұмыс істеуге кірісті. 2 жыл әскерде болған, алдында жұмыс істемегенін естіген табақтай диплом міне. Тұтпай, тәжірибең жоқ деп, сылтауратып шығарып салатын. Талай жерге барып, тауы шағылған соң, бос жата бермейін деп, құрылысшылар бригадасына жұмысқа кіріп кетті. Ауыр жұмыс қалжыратып, кешке жалдамалы пәтеріне аяғын сүйретіп зорға жететін. Өзімен бірге оқығандарын бәрі дерлік, үйлі баранды, көбі қалаға көшіп кеткен. Сондықтан да кісі киіктеніп, көп ешкіммен араласпайды. Аптаның 6 күні жұмыс, 1 күні демалысын ұйқыға арнап жүргенде зу етіп 1 жыл өте шықты. Тұңғат пен Алма бір қыздарымен Алматыда тұрақтап қалған. Жанат пен Назым 2 ұлымен сол бұрынғы жұмыстарын істеп жатыр. Бір-бірін көрмеген соң араларды суып кеткендей. Той-томалақ, өлім жітімге кездескенде бұны қағытып, неге жүрсің сұр бойдақ деп тиісіп қойғандар болмаса, бұрынғыдай етене жақындасып, сырласып кете алмайды. Осылай жүргенде бір күні жұмыста қолын жарақаттап алып, ауруханаға жатуына туры келді. Қолына гипс салып болған соң ұйықтап кеткен екен. Жаймен ғана, аға, ояныңыз, укол салуға келдім деген дауыстан оянып, көзін ашса жансая тұр алдында. Тура өзінің жансаясы. Жансая? Бұл сенсің бе? Шынымен де дей беріп өзінің қателескенін түсінді. Ой Аллай, адамға адам осынша ұқсас болар ма еді? Бір қарағанда жансаяға қатты ұқсағанмен де, анықтап қарасаң айырмашылық көп екен. Қабағы қатулы, әлденеге ренжулі сияқты. Аға, сіз мені біреумен шатастырып алдыңыз-ау, шамасы деп, үні қатты да, иінесін салып, басқа палатаға асығыс кетіп қалды. Міне содан бері бақыттан маза кетті. Қасында бұрыннан жатқандардан жаңағы медбикенің аты Бақытгүл екен. Өзі қатал, ешкіммен сөйлеспейтін, мінезі ауыр екенін де біліп алды. Қалай болса да қайта көруге ынтызары тауып, танысқысы келіп дегбір шықты. Оқталып медбикелер бөлмесіне әрнені сылтауратып барғанмен де, өз жұмысымен әуре болған Бақытгүл бұған көңіл бөле қоймады. Енді байқады, жасы өзінен 3-4 жас кіші сияқты. Томаға тұйық, қылтыңы-сылтыңы жоқ. Ауруханада жатқан 1 аптасында мардымды ештеңе бітіре алмаған Бақыт, қыздың мекен жайын жандағы құрбысынан біліп алып, кеш батса сол жақты торауылдауға шығатын әдет тапқан. Өзінің жасы 30-ға таяп қалса да, құдды 15-тегі баладай асып-сасып, дегбір қашып, бірнеше рет үйінен шыққан қызға барып тіл қатуға батыл жетпей-ақ қойған. Әйтеуір бүгін анадайдан көрінген қызға қарсы жүріп, тосынан кездескенде кейіп танып,
О, Бақытгүл қарындасым-ау, сен қайдан жүрсің? Мен Бақыт ағаңмын ғой. Өткенде өзіңнен ем алып едім ғой, есіңде ме деп. Барынша жайдары сөйлесуге тырысып, қызбен қатарласы берген. Бақытгүл жылыға бақып танытпаған менде, қойған сұрақтарына жауап беріп, сыпайылық сақтаған. Батылданып, кешке киноға шақырып еді, қыз келісім бермеді. Дегенмен де қоярды қоймай жүріп, үйінің телефон нөмірін алып алған. Күнде бір рет әрнені сылтауратып телефон соғып, жап-жақсы әңгіме дүкен құратын болып алған екеуі. Бақытгүл де бұрындағыдай ат-тоғын ала қашпай, қасына құрбысын ертіп киноға да баруға келісім берген. Тек екеуі оңаша қыдырсақ деген ұсынысқа өзілді кесілді қарсы болып, көбінесе қасына Алмагүл құрбысын ертіп алатын. Осылай үшеуі болып жүргендеріне де бірнеше айдың жүзі болды. Бүгін ауылдан әкесі келіп, өз ауылдарында бас бухгалтердің орны босаған және ауыл басшылығымен келісіп, бұны жұмысқа кіргізетінін айтты. Армандап жүрген жұмысына кіретіне қуанып, ауылға кетуге жиналған Бақытгүлге бар сырын ашып айтқан. Жансая жайлы да жасырмады. Өзің алғашқы бетте сол ұқсастық үшін жақсы көріп қалғанында бүгіп қалмады. Егер келісім берсе, үйленгісі келетін айтқан кезде Бақытгүл: танысқанымызға көп уақыт өтпеді ғой. Мені анық жақсы көретіңе сенбісің бе? Түрім ұқсас болған мен, мінезім, болмысым бөлек емес пе? Мен Жансая емеспін. Ертең өкініп қалмайсың ба? Деді бұған сынай қарап. Шынымен де екеуінің мінезі екі түрлі. Жансая өжет, ақ жарқын, әрқашанда көңілді жүретін әңгімешіл еді. Бақытгүл көп сөйлемейтін, ұяң, өзіне тән аңқаулығы да бар. Үнемі ойланып жүргенде қабағы көп ашылмайтын. Асыққан шайтанның ісі, арамызда шын сезім болса, арақашықтық бөгетін тидірмес деп келіскен екеу. Бақыт жаңа ортаға келіп, жұмысқа қолшына кірісіп кеткен. Білгенінен білмейтіні көп. Оның үстіне әке алдында ұятқа қалмас үшін күндіз түні жарғақ құлағы жастыққа тимей жанталасып жүр. Соның арқасында жұмыста беделді. Бақытгүлмен телефонмен сөйлескені болмаса, бірнеше ай болды оны көрмегеніне. Алла сәтін салып, аудан орталығына жиналысқа баратын болды. Жұмыстарын бітірісімен Бақытгүлмен жолықты. Екеуі де бір-бірін сағынып қалыпты. Ұзақ уақыт серуендеп, әңгімелері таусылмады. Бұрынғыдай емес, Бақытгүл де құшағына еркін кіріп, еркелеп қояды. Осылай жарасқан екі ғашық сөз байласып, үйленуге шешім қабылдаған. Көптен күткен тойлар болған соң, әке шешесі бар туған туысы ат салысып, дүркіретіп жасаған тойды өтті. Бақытгүл кісі киіктеніп өз бөлмесінен шықпай, ешкіммен араласып кете алмай ұялып жүр. Онсы әсіресе тойға келген Назым келіне жақпай, қайнағасына еркелеген болып, тиісіп айтып қалады. Өзін тым еркін ұстайтын Назым осы үйдің қызындай, әңгімен де айтып, ата енесіне де қалжыңдап қойып, ауызымен қолы бірде қимылдап, шаруанды тындырбақ жүр. Бақыт қанша қол қаласа да, Бақытгүл не Назыммен, не Алмамен, не үйдегілермен араласып кете алмай, көбінесе бөлмесіне қамалып шықпай қоятын. Үйдің шаруасын үн-түнсіз жүріп атқарып, бөлмесіне зып етіп кіріп кететін. Бақытты да жанынан жібергісі келмейді. Осылай өмірінің жаңа сатысы жанұялық өмірі басталды. Тойға келген қонақтар қайтып, өздері ата-аналарымен бірге тұрып жатыр. Бақытгүл үй шаруашылығын істеп, іні қарындастардың сабақтарын қарасып жүргенмен де, көбінесе бір тоға көп сөйлемейді. Бұның жұмыстан келуін күтіп, екі көзі төрт болып отырады. Екеуі оңаша қалғанда әңгімелерін айтып, күліп, ойнап, еркелеп отырған келіншегі бөлмелерінен шықсақ, басқа адам бола қалады. Анасын бәрі көке дегендіктен, осылай атассаң жақсы болар еді десе, әйтеуір айта алмай қойды. Онысы анасына ұнамайды. Дегенмен де келініне түсіністікпен қарап, әрқашан қолпаштап, қасына ертіп, осы үйге сіңісіп кетуіне ықпалын тигізетін анасы, келіннің кемшіліктеріне көз жұма қарайтын. Бақыттың совхоз жұмысынан қолы тимейтін, демалыс деген жоқ, жұмысының қайласа, көп жиналыстың бірі басталып,
Қала берсе ферма аралап, кей кезде апталап үй көрмейтін кететін. Сондай кезде келіннің көңілін аулап отыратын да сол анасы. Бойына бала біткенін байқағаннан бәйек болып, көп шаруа істетпей, асты үстіне түсіп күтетін еді. Қайырған анасы қазір ойлап қараса, Бақытгүл екеуінің үй болып кетуіне анасы көп үлес қосқан екен. Тұңғыш ұлдары Нұрбол 40-нан шығысымен ата-апасының қасында жатады. Басы байлы сол кісілердік болды. Бақытгүл қызғанып, баласын өбектеп, сүйгісі келіп, бұл жұмыстан келгенде шағымын айтып, көз жасын сығып алады. Нұрболдың апасы Бақытгүл енесін осылай айтатын: қызық, тіпті емізіп болғанымша менен қызғанып, қолымнан жұлып алып кетеді баланы. Сонда өз баламызды өзіміз сүйе алмай зар болып жүреміз бе, дейтін өксігін баса алмай. Біреудің баласын қайтейін деп ең, одан да өзімізге бала туып алайық десе, көзі бағжан етіп, боған жек көріп қарап, неге біреудің баласы? Осы сен жұмыс деп, не мені, не баланы ойламайсың деп, еңірей жөнеледі. Өзі кейінгі кезде көңілі нілдей бұзылғы шашуланшақ, жылауық боп кетті. Кеш батса, басының сақина ұстап, тамаққа тәбеті болмай жатып қалатын. Қатты жүдеп кетті, көздері шүңіреп қалған. Дәрігерге барып қаралсаңшы дегендерді тыңдамай, күнде ертеңдеп жүре береді. Бірде анасы: көке, осы біздің Бақытгүл Нұрболды еркінше құшақтай алмай, үш құса болып жүр ғой деймін. Соңғы кезде ауыра береді ғой деп, көптеп, деген күлімжіп. Ой, мыналардың бала жандысына, я? Сендердің балаларыңды қайтейін деп едім. Өзімнің басқа немерелерім де жетеді. Қайтет мыналар, деп, бір жекіп алып. Мен сендердің келесі балаларыңа кедергі болмай, маған үйрене берсін деймін де, деген ренжиін кейіп танытып. Бізге қайдағы бала? Нұрбол әлі кішкентай емес пе? Жасқа да толған жоқ. Оны балам бір ала біледі. Ауырып жүрсе ана келінге айт, ауруханаға барсын. Осы әңгімеден соң қоярды қоймай жүріп, Бақытгүлді ауруханаға жіберген. Кешке үйге келсе, келін шегі жымың-жымың етіп келіп, бәке, сен тағы да әке болады екенсің деп, құшақтай алды. Бәле, сен емізіп жүр емессің бе? Осындайда бола ма екен деп, аузына басқа сөз түспегенде. Ала қаласа бәрі де болады екен деп, жымиған келіншегін құшақтап, анасының қырағы көзі бірдеңені сезіп жүргеніне таңғалған. Біріншідегідей емес, Бақытгүлдің бұл жолғы жүктілігі ауыр болды. Құсып, тамақ жей алмай, әлсіреп, жүдеп, жадап кетті. Тіпті Нұрболға қарауға мұршасы жоқ. Белі ауырып, ыңқыл-сыңқылы көбейіп кеткен соң, аудан орталығына өзіге түсуге жіберген. Сөйтсе қорытынды егіз болатын айтыпты. Әулеттерінде бұрын егіз болмағандықтан бәрі бір жағынан қуанып, бір жағынан қобалжып жүр. Әкесі егіз дей ме? Оны да көрейік. Кемпешке деп, анасына көзін қысып ерекше қуанған. Сонымен көздің қоңыр салқын күні дүниеге екі егіз ұлдары, Ерболат пен Жанболат келді. Бірінің салмағы 1,8 килограмм, біреусі 2,4. Кіп кішкентай шақалақтарды алып келгенде, қолдарына алуға қорқып, естер шығып кетер еді. Өздері ол кезде бөлек шыққан. Анасы Нұрболға қарап, көп келе бермейді. Бақыт жұмыста, екі балаға қарау, жас босанған Бақытгүлге оңай болмады. Кезек жылаған балаларын тербетіп, тамақ ішуге де уақыты болмайтын ол. Бақыт үйге кірісімен екі баланы қолына ұстата салып, басқа тірлігін жасап кетеді. Өзі жұмыстан шаршап келген Бақыт еріксіз балаларды қарасып, жаялықтарын жуысып, суға түсіруіне көмектесіп, зыр жүгіріп жүреді. Төсегіне құлап, енді ұйықтап бара жатса, егіздер кезек жылайтын. Бірінші бөлімнің соңы. Әңгіменің жалғасы бар, құрметті тыңдармандар. Ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер,